Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім? Қалдарыңыз қалай? Есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог диагноз дәрігер. Бүгін сіздерге холестерин тақырыбын талқылайтын боламыз. Холестерин дегеніміз не? Холестерин қандай түрлері болады? Холестериннің біздің денсаулыққа пайдасы және көп болып кеткен жағдайда қандай зияны бар? Және менің көрермендерімнің арасындағы көптеген жиі қойылатын сұрақтарға жауап беретін боламын. Видеоның соңына қарай холестерині жоғары науқастарды қалай емдейміз, сол туралы айтатын боламын. Холестерин дегеніміз ол май тәрізді зат. Холестериннің эндогенді және экзогенді түрлері болады. Эндогенді, яғни ол бауырда синтезделеді. Ол 80% бауыр арқылы синтезделіп, ағзаға түсіп отырады. Ал экзогенді ол 20% ол тамақ арқылы сырттан ішке түсіп отырады. Жануар тектес тағамдардан түсіп отырады. Холестерин негізі ағзамыздың барлық жасушасында бар. Ол жасушаның құрылымына, өт түзілуіне қатысады, жыныстық гормондардың түзілуіне қатысады және дәруменнің түзілуіне қатысады. Холестерин екіге бөлінеді: жақсы холестерин және жаман холестерин. Жақсы холестерин тығыздығы жоғары холестеринді атаймыз. Ал жаман холестерин тығыздығы төмен холестеринді жаман холестерин деп атаймыз. Жаман холестерин ол қан тамырларға жиналып, атеросклеротикалық бляшкаларды түзуіне қатысады. Бұл жүрек қан тамырлар жүйесіндегі апаттар, яғни инфаркт немесе инсультке алып келетін ауыр жағдайлар. Жақсы холестерин бұл қарама-қарсы жаман холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Қандағы холестериннің жоғары деңгейі гиперхолестеринемия деп аталады. Осы гиперхолестеринемияны қалай анықтаймыз және күресеміз, видеоның соңына қарай айтамын. Бұрын сіздерге холестеринді қалай дәрісіз емдеуге болатын туралы видео шығарғанмын. Видеомды экраннан ссылкасы шығады, сол жерде басып көрсеңіздер болады. Ал қазір сіздерге көрермендеріміз жиі қоятын сұрақтарға жауап беретін боламын. Холестериннің жоғары деңгейі атеросклероз тудыра ма? Бірінші сұрақ. Иә, гиперхолестеринемия атеросклероз тудырады. Бұл клиникалық дәлелденген. Атеросклеротикалық бляшкалар барлық қан тамырларда, әсіресе жүректің тәж артерияларында, сонымен қатар мидың майда артерияларында, шеткері қан тамырларда пайда болады. Бұл көптеген жүрек қан тамыр ауруларына алып келеді. Екінші сұрақ: холестериннің деңгейінің жоғары болуы тұқым қуалай ма? Жауап: иә. Иә, тұқым қуалайды, өйткені бұл бауырдың холестерин түзілуін қадағалайтын генетикалық бұзылысы. Яғни, бұл тұқым қуалайды. Гиперхолестеринемия емделеді ме деген сұраққа: иә, емделеді. Әртүрлі емдеу әдістері бар. Барлық адамға бірдей емес, әрқайсысына жеке қарастырады. Кейбір адамдарға ем-дәм әсер ететін болса, кейбір адамдарға жүктеменің әсерімен холестерин түсірсек, ал кейбір науқастарға міндетті түрде статиндер мен фибраттар тағайындалады. Бұлар тығыздығы төмен холестеринді түсуіне жақсы көмектеседі. Келесі сұрақ: спортпен айналысу холестерин деңгейін түсіре ма? Иә, спортпен айналысу холестерин деңгейін түсіреді, бірақ тек қана спортпен айналысып қана холестерин деңгейін бір қалыпты ұстап тұру мүмкін емес. Сондықтан қосымша басқа да шараларды қолдану керек. Ем-дәмдер холестерин деңгейін түсіреді ме? Иә, ем-дәмдерді пайдалану негізгі фактор болып есептеледі холестерин түсіру үшін. Ол кезде біз міндетті түрде қаныққан май қышқылдары бар, еттің майлы сорттары, ірімшік, жануар тектес майлар және тағы басқа тығыздығы төмен холестерин көтеретін тамақтанудан алып тастау керек болады.
және тамақтануға холестериннің жақсы түрін көтеретін тағамдарды олар қанықпаған май қышқылдары бар зәйтүн майы, зәйтүннің өзі, балықтың майлы сорттары және тағы басқа тағамдарды қосу керек болады. Омега-6 жақсы холестериннің деңгейін төмендетеді. Сондықтан омега-3-ті пайдаланған дұрыс. Омега-3 жақсы холестерин деңгейін жоғарылатады. Бізге жақсы холестерин деңгейі жоғарылағаны керек. Омега-3 ол зәйтүн майының, зәйтүннің өзінде және балықтың майлы сорттарында омега-3 жиі кездеседі. Сондай тағамдарды рационға қосу керек. Шай немесе кофе холестерин деңгейін төмендетеді ме? Шай немесе кофенің жақсы сорттары, оның құрамындағы пайдалы заттар холестеринді төмендетеді. Бірақ бізде шай мен кофені өзін жеке ішпейміз ғой, біз қант қосамыз, сүт қосамыз. Сол сүт пен қанттың деңгейіне өте мән беру керек. Егер олардың мөлшері көп болса, ол холестеринді одан сайын жоғарылатуы мүмкін. Қандағы холестериннің деңгейін қалай анықтаймыз және қалай емдейміз деген сұрақ. Холестериннің қандағы деңгейі қатып қалған заңдылығы жоқ. Негізі 3-те 5, 5-те 5 лабораториялық көрсеткіштер бойынша айтып жатамыз, ал ол әр адамға жеке қадағаланады. Әрбір адам индивидуально дейді ғой, әрбір жеке болғандықтан, кейбір науқастарға қалыпты жағдай болса, кейбір науқастарға ол патологиялық жағдай болуы мүмкін. Сондықтан әр науқастың жағдайына қарап ем жасаймыз. Бұл тұқым қуалаушылық болуы мүмкін, басқа да қосымша аурулары болуы мүмкін, өмір сүру салтына да байланысты және бұрын соңды басынан өткерген ауруларына да байланысты әр науқасқа жеке ем тағайындалады. Сондықтан өз-өзіңізді емдеумен айналыспаңыз. Білікті кардиолог дәрігерінің кеңесіне жазылып, маманның кеңесін алыңыз. Сізге қандай қан талдауларын жасауға және қандай ем шараларын жасауға көмектесетін болады. Мен бүгінгі сіздерге берген ақпаратым пайдалы болды деген үміттемін. Менің басқа да видеоларымды міндетті түрде көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарийге қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша.